Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі видео рецептімде өзіміздің ұлттық тәтті десертіміздің бірі женттің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бүгінгі десертіміз өзіміздің жасап жүрген жентімізден. Жасалу жолы да өзгеше, дәмі де өзгеше, ерекше бір форматтағы жент болды. Осы женттің жасалу жолы сізді қызықтырса, соңына дейін қарап, лайктарыңызды баса отырыңыздар. Видеоның басында өзім айтып кеткендей, бүгінгі жентімізде өзгеше, осындай қолдан қайнатылған сары ірімшік және талқан алдым. Сары май, сонымен бірге жентіміздің дәмін өзгеше ететін қанттың орнына табиғи бал қосамын. Алдыменен ұсақтағышқа салып, ірімшігімізді бір келке етіп ұсақтап аламыз. Ірімшіктің қайнату жолы менің арнамда екі түрі бар. Біреуі қоспаға арналған, біреуі және жай ғана ірімшік ретінде қайнатылған видео нұсқасы бар. Содан көріп қайната берулеріңізге болады. Осылай етіп ұсақтағышқа салып, бір келке етіп ірімшігімізді ұсақтап аламыз. Ірімшігіміз өте қатты, кепкенде де қатты болып қатырлаған болмау керек, кішкене ылғалдау болу керек. Ірімшігімізді осындай бір келке етіп ұсақтап алдық. Ыдысымызға ірімшігімізді саламыз. Ірімшігіміздің үстіне енді талқанымызды саламыз. Талқанымыздың барлығын бірден салмай, әуелі жартысын салып, араласып, дәмін көріп, қалған талқанын саламыз. Өткен талқанымыздың дәмінде, талқанның дәмі не болмаса ірімшіктің дәмі, екеуі бірін-бірі жеңіп кетпейтіндей етіп саламыз. Осылай дәмін көріп тұрып, араластырып тұрып саламыз талқанымыздың қалғанын. Нақты мөлшерлерін жазба бөлімінде видеоның астына қалдырып кетемін. Сол жерден қарап жасай бересіздер. Сармайымызды ертіп аламыз. Еріген сармайымызды енді жентіміздің үстінен құямыз. Сармайымызды да барлығын бірден құймай, осылай араластырып тұрып шетінен құямыз. Сармайымыз көп болып кетсе, өте қатты шылқылдап кетеді. Сонымен бірге жентіміздің де дәмін кішкене бұзыңқырап жібереді. Осылай араластырып тұрып құямыз. Кішкене біршама араластырып алғаннан кейін енді үстіне 3 ас қасық табиғи балымыздан саламыз. Енді қолымызға қолғабымызды киіп, жақсылап араластыру үшін осылай илеп тұрып араластырамыз. Дәмін тағы көреміз. Егер бал аз болса, тағы да жарты ас қасық бал саламыз. Бұл жерде балымыз әрі жентімізге тәтті дәм береді, сонымен бірге ірімшікпенен талқанымыздың басын біріктіретін керемет қасиеті бар. Әрі өзгеше дәмді болып шығады екен. Осылай жентімізді қолымызбен илеп тұрып, қайсының кем екенін біліп тұрамыз. Қолымызбен жұмарлап, басы біріккенше осылай жақсылап араластырып илейміз. Кішкене майымыз аздау екен, май құйып жібереміз. Осылай қолымызбен жұмарлап, басының қалай біріккенін осылай тексеріп көріп аламыз. Жентіміздің басын біріктіріп жақсылап илеп алдық. Енді дайын болған жентімізді осындай формаларға қолымызбен жұмарлап, нығыстап салып шығамыз. Егер бұндай формаларыңыз болмаса, кәдімгі қалтаға салып та, мұздатқышқа салып, қатырып сақтай бересіздер. Формаларымыздың барлығын толтырып алғаннан кейін мұздатқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. 1 сағатта жентіміз өзінің формасын ұстап, әдемі болып қатып шығады. Жентімізді формасынан алып, осындай доскаға тізіп алдым. Енді қалғанын осы өзінің формасында екеуін бірге мұздатқышқа жіберемін. 1 сағаттан кейін алып көрсетемін. Мұздатқыштан 1,5 сағат тұрған жентімізді алдық. Мұздатқыштан жаңа шыққандықтан түрі кішкене ақшылдау болып көрініп тұр.
бөлме температурасында 5-6 минут тұрғаннан кейін түрі қайтадан сарғая бастайды. Ал дәмі енді керемет болып шыққан. Жақын арада қонақ күтетін ойыңыз болса, дәл осы рецептімен жасап шайға ұсынсаңыз, қонақтарыңыздың ерекше ықыласына бөленетініңіз сөзсіз. Құрамы да қарапайым әрі жеңіл. Неге осылай қатырылған жентімізді қайтадан осындай пластик ыдыстарға салып мұздатқышта сақтайтын боламын. Керек уақытында шетінен алып пайдалана береміз. Керек заттың тізімін жазба бөлімінде нақты граммдарына шейін жазып кететін боламын. Видео ұнаса, лайктарыңызды баса отырыңыздар. Сонымен бірге тіркелмегендеріңіз болса, қазақ тілді қолдап және мені қолдап, жанындағы қоңырау шанында баса кетіңіздер. Алдағы уақытта тағы да түрлі рецепттермен осы арнамда бөлісетін боламын. Келесі кездескенге шейін аман саулықта болайық.